Қайырлы күн оқушылар, бүгін мен сіздермен 5-ші сыныптың 3-ші тоқсанының 1-ші б-жұбысын талдайтын боламын. Бұл есеп мәтін есептерге байланысты. Бірінші есепте былай дейді. Машина 70 км жүрді, ол барлық жолдың 5-тен 2 бөлігі. Барлық жол неше километр? Бірінші есеп. 70 км жол жүрді, машина жүрді тек 70 км. Ол жолдың неше бөлігі? Жолдың 5-тен 2 бөлігі. Бізге барлық жол сұрап тұр. Шешуі 70-ті бөлемін 5-тен 2-ге. 70 көбейту деймді, 5 пен 2-ның орындарын ауыстырам. 2 мен 70 қысқарады. Енді 35-ті 5-ке өтсем 25, 2 ойда 15, 17. Сонда барлық жол бізде 175 екен. Келесі, екінші есеп. Сыныпта 28 оқушы, оның 7-ден 3 бөлігі үйірмеге қатысады. Неше оқушы үйірмеге қатысады? Барлығы 28 оқушы, соның 7-ден 3 бөлігі үйірмеге қатысады екен. 28 пен 7 қысқарады, екеуі де 7-ге бөлінеді. Мынау 1, мынау 4 болады. Енді 4 пен 3-ті көбейтсем 12 болады. Сонда 12-сі үйірмеге қатысады. 12-сі үйірмеге қатысады. Келесі, айымда 1500 теңге болды, оның 3-тен 1 бөлігіне журнал, 5-тен 2 бөлігіне кітаптар сатып алды, айымда неше теңге қалды? 1500 теңге болды, басында 1500 теңге болды, оның 3-тен 1 бөлігіне журнал алды. Ең алдымен 1500-ді тұр. Мына есеп қой, үшіншісі. 1600 теңге болды, оның 4-тен 1 бөлігіне не алды? Марка алды. Енді 1600 пен 4 қысқарады, мынау 1, мынау 400, сосын 400 болады. Бұл марка. Енді 5-тен 3 бөлігіне альбом сатып алды. 1600-дің 5-тен 3 бөлігіне альбом сатып алды. 1600 пен 5 қысқарады, екеуі де 5-ке бөлінеді. Мынау 320. 320-ны 3-ке көтсек 960. Бұл бізде альбом. Енді Маратта неше теңге қалды? 1600 теңге азайтамын, марка мен альбомның қосынсын. Сонда тең 1600 теңге азайтамын, 1360, сонда 240 теңге қалды. Маратта 240 теңге қалды. Кеттік, екінші нұсқа. Турист 24 км жүрді. 24 км жүрді. Ол барлық жолдың 5-тен 3 бөлігін құрады. Барлық жол неше километр? 5-тен 3. 24 көбейтемін. 3 пен 5-тің орындары ауысады. Екеуі де 3-ке бөлінеді. 8 көбейту 5. Бұл бізде 40-қа тең. Барлық жол 40 километр. Екіншісі. Қайратта 12 тәттілер болды. Оның 3-тен 2 бөлігін достарына берді. Қайратта неше тәтті қалды? 3-тен 2 бөлігін береді. 3-тен 2-сі нешеге тең? Ол үшін 12-ні 3-тен 2-ге көйтем. 8 болады. Енді 12-ден берген тәттілерін азайтып тастаймын. 8-ді 4-еу қалады. Сонда Қайратта 4 тәтті қалды.
Үшіншісі, айымда 1500 теңге болды. Мында жазайын. Айымда 1500 теңге болды. Оның 3-тен 1 бөлігіне журнал. Көбейтемін. Мынау 1, мынау 500 болады. 500. Бұл журнал. Оқушылар каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаймыз. Және 5-тен 2 бөлігіне кітап сатып алды. Екеуде 5-ке бөлінеді. 600 бұл кітап. Айымда неше теңге қалды? 1500 теңгеден азайтып тастаймын. 500 қосу 600. 1500 теңгеден азайтып тастаймын. 1100 теңге. 400 теңге қалады. Так, айымда 400 теңге қалды. Болды, осымен БЖБ талдауымыз аяқталды. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер.